pensi share. Assalamualaikum Kırgız elim. 里边可以走水了。那第二个的话， 看把它改看不了。我也是第二次。第二次，好像是我们上次一起来的。不是，不是，上次我没有来。马弟，你怎么走外面了？我是导游。你是导游去了。 Burada жаңа мынакей үңгүргө кирип баратабыз. Бул жакта биздин мугалимибиз оңлаушы. Биздин директор. Бул жер негизинен биз бараткан үңгүр бул дүйнөдөгү тоонун ичиндеги суусу бар, үңгүрдүн ичиндеги суусу бар дүйнөдөгү эң чоң үңгүр деп айтылат экен. Өтө керемет. Жерден билетти алдык. Мына қазір жаңа эле кирип баратабыз. Билеттер. Эшикти ачтым мына. Таня, что это? Динозавр? Жақта өзүнчө эле илгерки бир нече миң кылым артка кетип калат экен. Динозаврдын түрлөрү.
Мынакей бул жерде мондай курткаларды киет экенбиз, да? Распродажа, Распродажа. Мындай лодкага келип отурдук. Кыскача айта кетейин, бул өңкөрдүн ичиндеги мондай суу тоонун ичинде жайгашкан. Мунун узундугу 5 километр. Дүйнөдөгү эң чоң өңкөрдүн ичиндеги суу өңкөр деп айтсак болот. Өтө кол жасалган, бул жагы природадан атайын кол менен жасалган эмес, баарысы табияттын жаратылышы ушундай.
Өте суық екен. Екі курткадан мынаны үшейді екенсің. Өте суық. Içi eşikteki temperaturadan daha soğuk.感觉怎么样姐？挺好。挺好啊。是不是冷吗？哎，这全是都是自然形成的吗？景色吗？是。啊。Enak diyeceğiz. Barımız çıkıp barımız көңілді, içindeki atmosfera barımızda жақты. Жақтан kurtkazın çeşik керек екен. Kurtkanın өйтіп çeşik береді. Biz болса сыртқа шықтық. Biz қазір музейді көзге жөнелдік. Маңдайымызда тұрған бұл светтің қуаттылығымен іштеген мини автобус. 哥，这边可以上一个。啊？ Пенси шарындағы музей алдыбызда баратқан жігіт бұл біздің гид атайын қытайлық жігіт. Маңдайымызда тұрған бұл мрамордан жасалған таш. Dinozavr nemesi bu? Dağı biri. Söğüktür gene. Ол реальный екен же жасалмау екен. Дөңгөч та. Шынайы ғой. Бұл жақта біздің балдар ойнап жатышат. Мынаке Пенси шарында мындай жашнақай өзгөчө жер бар екен. Бұл жерде мындай талдар. О, илгерки талдар дейді. Аябай көп екен. Бізден путешествиябыз бұйырса жақсы болып жатады. Бұяқта Әділет деген қазақстандық жігіт. Қалайсың, бауырым? Жақсы ма? Біздің саяхатыбыз ең мықты өтіп, жаңы жерлерді, жаңы нәрселерді үйрену менен коштолду. Азыр болсо жалпы студенттер рұқсат ачкандыктан тамактанууга токтодук.